жақсы көремін. Қарашы, иісі де күшті. Я, мен апельсинді жақсы көремін. Аяла, сен қалай ойлайсың? Осы апельсиннен балмұздақ жасауға болады ма? Меніңше жасауға болады деп ойлаймын. Онда жүр кет, Қалғаш Аманбайқызынан сұрап көрейік. Қалғаш Аманбайқызы, мынау апельсиннен балмұздақ жасауға болады ма? Әрине болады, балалар. Апельсиннен балмұздақ та жасауға болады, шырын да жасауға болады. Тәжірибе жасап көргілерің келер ме? Иә. Ендеше зертханаға барайық. Қыздар, дайынбыз ба? Енді ет керекті заттармен таныстырып өтейін. Мынау апельсин, апельсин және бізге шекер керек. Балмұздақтың дәмін шығару үшін, және оның хош иісін шығаратын бізге мынандай ванилин керек екен. Ал содан кейін балмұздақты құятын ыдыс керек, және осы балмұздақты осы таяқшамен біз бекітеміз. Жан-жағынан мына кез келген жеміс түрімен әдемілеп әсемдеу үшін жеміс түрін турап жан-жағына қоямыз. Түсінікті ме балалар? Және бізге не керек екен? Балмұздақты жасау үшін мына жемістерді араластыратын, ұнтақтайтын, шайқайтын мынандай қондырғы керек. Яғни бұның аты блендер екен балалар. Түсінікті ме? Ал жұмысымызды бастайық. Төртке бөліп алайық апельсинімізді. Сөйтіп оның қабығын ашимыз, ма? Қабығын ашимыз. Қабығын ашимыз. Қабығын ашимыз. Қабығын саламыз. Қаншайым сен құмшекер салады? 2 қасыққа сал, құмшекер сал. Балмұздағымыз дәмі әдемі болу үшін, тәтті болу үшін, дәмді болу үшін. Салды, салды. Алықта? Аяла, сен де бір қасық салады. Салады. Енді иісі әдемі болып шығып тұру үшін саламыз, міне қараңдар. Ал қазір жарты қасықтай неге салды. Енді блендерді қосайық. Араласқан дайын болды. Не істейміз оны? Ыдысқа құямыз, екі ыдысқа құяйық. Қысылап құйып алайық. Құйық па? Салықта салып қойдық. Енді балалар, мына ашып, жан-жағын әсемдеуіміз керек. Енді біздің балмұздағымыз керемет болып шығады екен. Сал, бір шетіне сал. Бір шетіне сал, болды. Алып бар? Қату үшін несіне жон балалар? Қаланекке салып қоямыз. Мұздақтышқа салып қоямыз, Енді мұздақтышқа салып қоямыз қазір. Мұздақтышқа салып қоямыз. Ал енді біздің балмұздағымыз дайын болғанша, мен сендермен тағы да бір қызықты тәжірибе жүргізгім келіп тұр. Жасайсыңдар ма? Иә. Жасап көрейік. Міне мынау жаңа сендерге айтқан апельсиннің шырыны, Енді осы шырынды қазір біз алдымыздағы ыдысқа құямыз. Ыдысқа құйып аламыз жарты қылып. Жарты, Үшеуміз бірге жасайық, Қазір қарап отырайық. Енді біздің алдымызда, қараңдаршы, мына жерде ыдыста лимон қышқылы тұр және ас содасы тұр. Енді осыдан қазір бір қасықтан неге саламыз, ыдысқа саламыз. Бір қасықтан, екеуінен бір қасықтан алып саламыз. Осы мынадан алып салайық. Араластырамыз. Ой, қандай көп пішіп жатыр ма? Көп пішіп жатыр, Ал енді лимон қышқылын алып араластырайық. Араластырында болды сіз. Ой, менікі көп пішіді. Араластырамыз. Қаншайын қатты араластырсын? Екеуінен салды ма? Көп пішірді. Ой, міне көрдің ба? Күшті, Ой, күшісін-ай. Ой, қыздар, қараңдаршы мына. Біздің балмұздағымыз қатты. Міне қараңдаршы, балмұздағымыз дайын болды. Балмұздағымыз дайын болды. Алақай, тезірек жегім келіп тұр. Жейміз ба? Көрейік. Ой, міне күшті дейді. Істеймін. Жеді. Күшті ма? Біздің балмұздағымыз, апельсиннен жасадық па? Неден жасадық? Апельсиннен жасадық. Күшті екен, тәтті ме екен, дәмді ма? Тәтті ме екен? Жеп алдыңдар. Тәтті екен, ұнады ма? Иә. Күшті екен, жарайсыңдар балалар.